Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Ауыр нокаутка түскен Ербосын уулуна катысты алаңдатарлык хабар жетти. Speak Box YouTube арнасының авторы кубалык Давид Мораллиден нокаутка түскен Айдос Ербосын уулуна рингте замбилге салып алып кеткенин маалымдеді деп хабарлайды. Супер орта салмақта WBI World белбеу үшін 12 раундтық айқас ақшның Миннеаполис қаласында өтті. Моралл алдымен Айдосты есеңгіретті де 12 раундта ауыр нокаутқа түсірді. Ербосын уулунун рингте замбилге салып алып кеткенин хабарлап жатыр. 12 раундпен нокаут алаңдатып отыр. 12 раундпен нокаут алаңдатып отыр. Бары жақсы деп үміттенемін деп жазыпты ол. Айдос Ербосын уулуна ауыр нокауттан кейін операция жасалды. Қазақстандық боксшы Айдос Ербосын уулуна ақш жерінде операция жасалды деп хабарлайды. Отандасымызға ота жексенбі күні кешке жасалған дерексөздің ақпараты бойынша дәл қазір боксшының жағдайына байланысты қандай да бір болжам айтуу ерте. Еске салайық, осыған дейін Ербосын уулуна кубалық Давид Мораллге қарсы кездесуден кейін замбилде алып кетті деген ақпарат шықты. Бұл айқаста Айдос 12 раундта нокаутпен жеңілді. Кейін оны Миннесота штаты ақш аймағындағы медициналық орталыққа алып кеткен. Сосын оны миына қан кеткені анықталған. Ал Моллердің бапкері болсақ, қазақстандықтың бұл жағдайға түсуіне кімнің кінәлі екенін айтты. Мұндай мәлімдемені бапкер Айдостың жағдайы қиындағанға дейін айтты. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.